Маңғыстауда жалған дипломмен жұмыс істеген 7 педагог анықталды. Олар жалған құжатпен логопед және дефектолог маман ретінде жұмыс істеп, сол үшін жалақыға қосымша үстемақы алып отырған. Бұл оқиғалар бойынша қылмыстық іс қозғалып, педагогтарға айыппұл салынды. Жалпы аймақта соңғы 3 жылда жалған дипломмен жұмыс істеген 100-ден астам дерек тіркелген. Одан бөлек білім саласында бюджет қаржысын жымқыру, алаяқтық, қызметтік өкілеттілікті теріс пайдалану деректермен былтыр 20-дан астам қылмыстық іс қозғалған. Прокурорлар тексеру барысында білім сапасының төмендеуіне әсер ететін негізгі факторларды анықтап, құзырлы министрлікке ұсыныс жолдады. Бұл жерде ең өткір мәселе бұл жалған педагогтар мен жалған дипломды пайдалану фактісі арқылы балаларға білім беру. Алдағы уақытта жалпы орталықтандырылған жүйе арқылы педагогтарды жұмысқа орналасуға дейін сол арқылы тексеру мүмкіндігін қарастыру жөнінде қазір уәкілетті орган сол арнайы сол жүйені қарастырып алдағы уақытта іске қосады.